Қайырлы күн, қымбатты тыңдарман. Жаңа әңгіме. Әңгіме ұнап жатса арнама тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Рахмет. Жетім шал. Кәрілік деген бәле екен. Кейде бүкіл жамандық атаулыны бойына жинап алған сияқты көрінеді. Басы ауырып, балтыры сыздады да кәрілікке жабады. Бір күні дұрыс ұйықтаса, келесі күні көз ілмей шығады. Бәріне де кінәлі кәрілік. Қанша уақыт ұйқылы ояу жатқанын өзі де білмейді. Көзі ілінген сияқты түс көреді. Әдетте шым-шытырық бірдеңелерді ішіне еніп кетіп, көзін ашқаннан кейін түсінде көргендерін қанша есіне түсіргісі келсе де, шашылған тарыдай оқиғалардың басы аяғына жинай алмай мәңгіріп қалатын. Сосын қойшы, түс түлкінің боғы емес пе, деп әлгінің бәрін тезірек ұмытуға тырысатын. Бүгін бәрі басқаша, тіпті өзінің баласы Дулаттың үйінде жатқанын сенер емес. Қатира қайда? Жаңа ғана екеуі шай ішіп отыр еді ғой. Қатираның қабағы түсіңкі, бұған реніші бар сияқты. Қос жанарын алдындағы ыдыс-аяққа қадап, дастарқан жиналғанша тіс жарған жоқ. Сосын мұның дәм қайыруын күтпей орнынан сүйретіле тұрды да сыртқа беттеді. Сол бойы шығып кетті, артынан қайырылып қарағанда жоқ. Таң атып келе жатқан сияқты, сәлден соң бөлменің ішіндегі қою қараңғылық сейіле бастады. Сонда да ол төсегінен тұруға асыққан жоқ. Асыққанда қайда барады? Малы жайланбай жатыр ма? Қазір аядай үйдің опыр-топыры шығады. Алдымен келін тұрады, сосын балаларын оята бастайды. Бала дегенде бір ұл, бір қыз. Үлкен немересі мектепте, кішісі балабақшаға барады. Келін мектепте мұғалім. Оның да төсектен тұрғаннан соң артынан қарауға шамасы жоқ. Бәрін жүре істейді. Бұл шіркіндер неге тым болмаса бір сағат ерте тұрмайды? Бірге отырып тамақ ішіп, баратын жерлерін сосын бармай ма? Айтқысы келген, бірақ мұны тыңдап жатқан ешкім жоқ. Дулат, болсайшы енді, балалар сабақта қалды. Тарс етіп есік жабылды. Күнде осылай. Содан кешке дейін бұл үйдің есігін ешкім ашпайды. Жалғыз адамның тамағынан ас өте ме? Шай қойып ішкен болады. Кешке тағы солай. Біреу қуып келе жатқандай дастарқанның жайылғанын жиналуы тез. Келін балаларды бол-болдың астына алады. Сабақ оқимыз, жатыңдар, ертең тұрмайсыңдар. Дулаттың да жайы белгілі. Жұмыстан шаршайтынды да шығарды. Күн ұзақ. Селк-селк етіп машина рөлінде жүру оңай емес. Апыл-ғұпыл кешкі асын ішеді де диванға қалжияды. Бұған барсың ба, жоқсың ба деп жатқан бір адам жоқ. Ойына тағы Қатира оралды. Түсіне кіру жай емес. Ыңқыл-сыңқылы көп еді. Әлде ауырып қалды ма екен? Орта жолда қосылды демесең жаман адам емес. Кісілігі мол. Әй-шәй демей 10 жыл тұрды. Орта жолда аттың өлмесін, орта жаста қатының өлмесін деген рас екен. Жастай қосылған жары Шәрбан ота үстінде қайтып кеткеннен кейін бұл үшін өмірдің қызығы болмай қалған. Бұл кезде балалардың бәрі жеке өмір, үй болып кеткен. Рас, алғашқы жылы кезектесіп келіп тұрды. Бірақ онымен Шәрбанның орны толған жоқ. Осылай Шәрбанның жылын бергеннен кейін тағы 2 жылын жалғыздықпен өткізді. Де жазғы демалыс кезі болу керек. Бала шағасын ертіп келген Ақтауда тұратын үлкен қызы Айнаш кетерінде. Әке, енді анамыз қайтып келмейді. Осылай жалғыздан жалғыз отыра бересің бе? Деп әңгіме бастаған. Отырмағанда қайда барамын? Басқа баспақшыл деген. Деп күмілжіді бұл. Бәрі алыста. Қыздардың да қолына қалай кіремін? Дулат бар ғой. Иә, сол Дулатыңды қойш. Тіпті соның аузынан әке деген сөз шықпайды ғой. Аналардың ата-әжесінің бауырына өз қолымен салып еді. Сонымыз дұрыс болмады-ау деймін. Тіпті бізді бір бөтен адамдай көреді. Онда қартайып отырған жоқсыз. Айман сөзінің соңын жеп қойды. Бұл бәрін түсінді. Маған алаңдама. Ел іші ғой. Маңдайыңа не жазылса соны көремін. 60-қа сол жылы толды. Бір ауылда тұратын атталас
туысы сәлім бірде. Осылай жүре бересің бе? Екі жарты бір бүтін дегендей. Әйелсіз үйдің жайы белгілі ғой. Енді жүре берудің сәні жоқ. Жалғыз отырған әйелдер бар ғой. Солардың біреуін үйге кіргіз деген. Әй-шәй жоқ. Қазір заманның кемпірлері шалға тиіп біреудің кірін жуғаннан гөрі жалғыз отырғанды жөн көреді. Мына тұрған ұзын көлде ана жылы қайтқан Ерғалидың кемпірі жалғыз отыр. Өз кемпір дейтіндей кемпір емес, өзің шамалас. Жалғыз қызы тұрмыста, соған сөз салып көрсек қалай болады екен? Бұл өзіңде білгендей уәж қайтарған жоқ. Ақыры не керек? Қатираға дәм осы үйден бұйырды. Біреулер тамырын басып көрген екен. Жалғыздық Құдайға ғана жарасады дегенді бекер айтпаған ғой. Шаршадым, тіпті жынданып кетердей жүрмін. Таң қаламын деп кетәрі емес екенін білдіріпті. Момын артық сөзі жоқ адам екен. Тез тіл табысып кетті. Аз ғана күннің ішінде шаңырақтың шырайы кіріп қалды. Ыдыс аяғы таза. Үйдің ішінде сипап сиырып жинап отыр. Тамақтың да бабын біледі екен. Әйтеуір мұны жүдеткен жоқ. Осылай 10 жылдың қалай өткенін де байқамай қалды. Жасы ұлғайған адамға ауру сырқау үйір болады ғой. 70-ті артқа тастағаннан кейін Қатираның да ыңқыл-сыңқылы көбейді. Бірақ өзі дәрігерден шошып тұрады екен. Ауруханаға жатсаң қайтеді деп көріп еді. Ат домын алып қашты. Азарда безер болды. Сонда да бұл қоярда қоймай ауруханаға апарған. Онда баяғы тәртіп жоқ екен. Портал дейме, әйтеуір бірдеңе түсініксіз. Кезегіңіз келгенде өзіміз шақырамыз деп шығарып салды. Ау, содан қалай? Ауру жанына батып тұрса да қабылдамайсыздар ма? Заң солай. Ондай заңдарын бар болсын. Басқа не айтады? Содан кейін бұл да кемпірі де аурухана деп аузын ашқан жоқ. Арада біраз уақыт өткеннен кейін Қатира шай үстінде тағы бір әңгіменің шетін шығарды. Көптен жүзіне көз тоқтатып қарамаған екен. Жанары солғын, жақ еттері суалып қалыпты. Жүдегені көрініп тұр. Менің сүйретіліп әзер жүргенімді байқайтын шығарсың. Әйтеуір бүйірім шаншиды да тұрады. Ол ішіп отырған шайын шашалып қала жаздады. Ауданға тағы барып қайтайын. Әлгі не деуші еді? Хабар болмады ғой. Жоқ, қайтесің, әуре болып. Менің айтайын деп отырғаным басқа әңгіме. Маған рұқсат бер. Түкке түсінсем бұйырмасын. Түсіңнен шошып оянғандай бұл не әңгіме? Көп ойландым. Қызыммен де ақылдастым. Соның қолына барғаным дұрыс деп шештім. Ойының ба, шының ба? Әлде маған ренжіп отырсың ба? Жоқ, саған қалай ренжимін? 10 жыл болса да жақсы тұрдық. Әлі де тұғырдан тая қойған жоқ сияқты едік. Бірақ мына аурудың беті жаман. Мені алып ұратын сияқты. Бүгін болмаса ертең жатып қалсам, сенің жайың не болады? Қайдағы жоқты айтпашы. Осы күні кім ауырмайды? Бетін аулақ қылсын. Өзім күтемін. Неге болсын, шыдаймын. Жамандықты шақырма. Қатира айтқаннан қайтар емес. Далада қалдырмайтыныңды білемін ғой. Рұқсатыңды бер. Қызымның табалдырығынан өз аяғыммен аттайын. Осыдан кейін екеуі бір сәт үнсіз қалды. Қатирамен айтарымды айттым. Сенің иә деген бір ауыз сөзің ғана керек деп отырған сияқты. Япырмау, осындай қиын әңгімеге тап боламын деп ойламап едім. Осыға дейін ауруы қанша жанына батса да маған сездірмей келген екен ғой. Қатира, ойлансаң қайтеді, асықпайық. Былайғы жұрт не дейді? Қартайғанда бұларға не жоқ деп күлмей ме? Сосын осы үйде состиып жалғыз қалып, мен не істеймін? Балалар бар ғой, солардың біреуі қолына алар. Үнсіздік. Ақыры не керек? Қатираның айтқаны болды. Мұның үйді, малды сатайық, жартысын сен ал. Бір қажетіңе жарар дегенде қарағанда жоқ. Менің осы үйге жеңіл чемоданмен келгенімді білесің. Жиған келгенімді жалғыз қызға тастап кеткем. Шүйкедей кемпірдің асырамасы тағы көре жатармын деп сырт киімін, көйлек көншігін басқа ештеңеге қол тигізген жоқ.
Мұның содан бері көргені осы. Өзі айтқандай жиған тергенін сатып, одан түскен ақшаны баласының қолына ұстатқан. Өз басына зейнетақысы да жетіп жатыр. Үйден ұзап шықпағаннан 4-5 ай болып қалдау деймін. Жат жерге, бейтаныс адамдар, кәрі шал кімге керек? Үйге сыймай есік алдында шығып отырған, бұған біреу амандасса, біреу көрмегендей өте шығады. Оған да көндікті. Көнбегенде қайда барады? Оларға бұдан қолдарындағы қара телефондары қымбат. Таңертеңнен кешке дейін қолдарынан түспейді. Соған қайта-қайта жалтақтап, тамақтарында тұрыспейді. Төсекте бастарының қосылғаны болмаса, отбасы деген аты ғана. Адам сияқты бір шүйіркелесіп отыру, ортақ мәселелерді ойластыру жоқ. Баяғының балалары бос уақыттарын кітап оқушы еді. Бұларда о да жоқ. Бара-бара не болар екен? Қатираның жағдайы қалай екен? Алғашқы кездері анда-санда болса да телефон шалып, амандық сұрап тұрушы еді. Хабарласпағалы біраз уақыт болыпты-ау. Ол жан қалтасын сипалап телефонын іздей бастады. Қатира, қазір. Дыбыс барып тұр. Тек Қатирада үн жоқ. Әлде ауырып қалды ма екен? Неге көтермей жатыр? Ол дегбірі қашып, өзіне таныс цифрларды тағы да терді. Бұл жолы ар жақтан Қатираны білді. Қатира. Әкесі сенсің бе? Амансыңдар ма? Тиішпіз. Өздерің амансыңдар ма? Телефоныңды көпке дейін көтермедің. Шошып қалдым ғой. Денсаулығың қалай? Денсаулықтың несін сұрайсың? Тағы да ауруханаға жаттым. Жамап, жасқап келдім. Өзің қалайсың? Менің де қалымды сұрайтын адам бар екен-ау. Оның қолдары дірілдеп, даусы бір түрлі тұншығып шықты. Ауруханаға түскеніңді неге айтпадың? Әлде жетім шал деп бір жолы есептен шығарып тастадың ба? Құдайға шүкір, балаларың бар, сені жетім деп кім айтады? Жарайды, қазір телефонмен басыңды қатырмай-ақ қояйын. Бәрін кездескенде айтармын. Кездескенде таңданып айтты, қуанып та қайтты. Қатираның осы сөзі бір түрлі естілді. Көмейіне кептелген өксікке тұншығып сөйлей алмай қалды. Осыдан кейін сәлімнен маза кетті. Қабырғадағы сағатқа қарады. Бумажнигін іздеді. Қой, ерте күнді кеш қылмайын. Ол осылай өз-өзімен сөйлесіп жүріп қалай киінгенін, орталықтағы аялдамаға қалай жеткенін де аңғармай қалды. Автобус көрінбейді. 2-3 жеңіл машина тұр екен. Соларға жақындады. Біреуін шырамытқандай болды. Өздерінен бір көшеде тұратын дулат теңдес Қадыржан деген жігіт. Қадыржанбысың деді жақындап келіп. Ассалаумалейкум, ата, бір жаққа барайын деп едіңіз. Деп бедіңіз? Иә, жеке көлге баруым керек. Қай жеке көлге? Ондай ауыл Есіл ауданында бар ғой. Жамбыл ауданы, бұрын орталықта болған. Иә, сол ауыл. Жердің түбі ғой. Алыс жақыныңда нең бар? Қиқаңдамай мені сонда жеткіз, ақшаңды беремін. Айтпақшы, сен біздің дулатты білесің ғой. Соған менің ауыл жаққа кеткенімді айта салшы. Жақсы деген жүргізуші жігіт келіскенін білдіріп, көлігіне қарай беттеді. Шетелдік жүйрік көлікке жер алыс па? 2 сағат өтті ме, өтпеді ме? Желке көлдің төбесіне көрінді. Орталықтағы базардың жанына түсіп қалған қарт сұрастырып жүріп іздеген үйін тез тауып алды. Биік дуалмен қоршалған шағын үй екен. Ақырын сыртқа есікті итеріп еді, ашылып кетті. Қора қопсы көрінбейді. Соған қарағанда үйлері мал ұстамайды. Қазіргілердің қайсысы болмасын, мал десе шошиды ғой. Қатира дүкеннің тамағына қарап қалған екен ғой. Ол үсті басын қағып, баспалдаққа аяғын іліктіре бергені сол еді. Сыртқы есік айқара ашылып, алдында тұрған Қатираны көрді. Сәлімсің бе? Сенейін бе, сенбейін бе? Маған ғана үйде отырмын деп едің ғой. Ол үнсіз-түнсіз Қатираны бас салып құшақтай алды. Содан кәдімгідей солқылдап жыласынай келіп. Қатираның де көңілі босап, бұған қосыла кетті. Сәлден соң, қой, біреу көріп қалса ұят болар. Үйге кірейік деді. Көрсе көре берсін.
Сәлімнің екі иығы селк-селк ете қалды. Қатира үйде жалғыз екен. Жоғары шық деп бәйек болып жатыр. Балалар қайда? Қыз күйеу жұмыста, балалар да үйде тұрмайды. Жатарда бастары әзер қосыларды. Таңертеңнен кешке дейін екі көзім төрт болып соларды күтіп отырамын. Сен де менің кебімді киген екенсің ғой. Біздің жасымыздағылардың бәрі де солай шығар-ау. Бұл өмірде біз үшін енді не қызық қалды? Әкесі олай демеңіз. Бұлар да кінә жоқ, қайтсын. Қазір өмірдің өзі арпалыспен бір түрлі болып кетті ғой. Жайғаса бер, мен шай қояйын. Сәлім өзіне өзі келіп жан-жағына көз тоқтатты. Үйдің іші тап-тұйнақтай. Көлденеңнен жатқан ештеңе жоқ. Соған қарағанда Қатира қарап отырмайды. Кешікпей шай да келді. Ал сөйле. Бұл жақта қайда жүрсің? Сені іздеп келдім. Сағынып қалдым десейш. Сағынғаны сол, сенсіз тұра алмайтынымды түсіндім. Әлде келінің күтпей ме? Олар жеген тамақты мен де жеймін. Тек жалғыздық қаштып болды. Өткенде ауырып қалдым деген соң сенің айтқаныңнан шыға алмап едім. Бәрі бекер болыпты. Кім бұрын кетеді? Бәрі бір Құдайдың қолында. Басқа түскенді көнерміз. Қазір денсаулығың қалай? Шүкір. 2 рет ауруханаға жатып шықтым. Басында жаман аурудың құрығынан іліктім бе деп зәре-құтым қалмап еді. Одан аман екенмін. Дәрісін ішіп, үй ішінде жүріп тұруға жарап қалдым. Жарайды, ауырма. Әлде менен құтылу үшін жасаған қулығың ба? Ой, отағасы. Сен де айтасың-ау. 10 жыл тұрдық. Маған сенен жақын кім бар еді? Балалардың өзі, қызықтары өздерінде. Өзің қалайсың? Жалғыздықтың зардабын тартып жүрген жайым бар. Жетіммін. Қайдағы жетімдік? 10 бала тәрбиелеп өсірген адам жетім бола ма? Солай ғой, бірақ заман өзгеріп кетті ме? Бізді керек қылып жатқан бала жоқ. Бұл өзі тек менің басымдағы жағдай емес-ау. Бара-бара бүкіл қоғам осындай дертке шалдыққан ба деп қорқамын. Осындайда құбылмалы заман болды деп кім ойлайды? Мен өзім ата-анамның қасында болайын деп мектеп бітіргеннен соң ешқайда ұмтылған жоқпын. 16 жыл жасымда тракторда тізгіндедім. Содан зейнет демалысына шыққанша түскен жоқпын. Өзіңде 40 жыл мұғалім болдым деуші едің ғой. Қазіргілеріңде жоқ. Таңертең бір жұмысқа кетсе, кешке басқа қызметке ауыстым деп келіп отырады. Бірде айтып бірге кеттім-ау. Көп сөздерді тоқетері, бірге тұрайық. Қатира өз құлағына өзі сенбегенде бұған тесіле қалыпты. Сәлден соң езуіне күлкі үйірілді. Өзің жұрт не дейді деуші едің ғой. Жұрт не дейді? Әлгі телевизордан көрсетіп жататын шетелдің ақшасын қайда шашарын білмейтін еріккен байларының кебін киіп жүрмейік. Олар бүгін ажырасса, жарты жылдан кейін қайта қосылып, той жасап жатушы еді. Күлкінің көкесі сонда болады. Алда-жалда жынды дейме? Даңқымыз бүкіл әлемге жайылады. Жұрт не десе, о десін. Мысыққа ойын керек, тышқанға өлім керек деуші ме еді? Қазір оны ойлайтын жайым жоқ. Келісіміңді бермесең ертең тура қарттар үйіне тартамын. Қой, қайдағы жоқты айтпа. Қатира мына сөздерден шынында да шошып кетті. Аузына сөз түспей басын төмен салбыратып ұзақ отырды. Ойының ба десем, шындап бара жатсың ғой. Қайдағы ойын? Сүйретіліп жүргенім болмаса тірі өлікпін. Мені аясаң, өтінішімді аяқ асты ете көрме. О баста бізді Құдай қосқан шығар. Бірге тұрайық. Не болса да бірге көрейік. Қатира үнсіз. Шай жайында қалды. Шынына келсе өзінің де жағдайы оңып тұрған жоқ. Бұл да тірі жетім. Өткенде күйеу баласының біреуге үйге алаңдамайсыз ба? Тірі құлпымыз бар ғой, деп жатқан құлағы шалып қалған. Иә, мұның да күні босаға күзетумен өтіп жатыр. Шіркін, қасында өзіңді түсінетін, шүйіркелесіп сырласатын жан болғанға не жетсін? Қызық болды-ау өзі, балаларға не айтамыз? Балаларына сыймайды деген сөзге қалатын болдық қой.
Қатираның беті бері қарай бастағанын сезген Сәлім суға кеткен тал қарамайды дегендей бастырмалатты да жөнелтті. Балалар іштен шыққан сұр жылан емес пе? Біздің айтқанымыздан шығып қайда барар дейсің? Айтайық, түсіндірейік, жалынайық, жалбарынайық, аяғыма жығыл десең жығылайын. Сенің бір ауыз сөзің, енді артынып-тартынып ешқайда бармаймын десең, оған да көндім. Осылдағылар да қотырылып көшіп жатыр ғой. Бос үйлер көп, солардың бірін жалдайық. Сатып ал десең сатып аламын. Қатира сөз таппағандай күлімсіреп басын шайқай берді. Қызық болдау, қызық болдау. Сәлімнің екі көзі Қатирада. Әні міне иә дейтін сияқты. Сол сөз аузынан шыққанда жүрегі құрғыр, сыр бермесе жарады ғой. Расында да жүрегі дүрсілдеп, кеудесіне сыймай аузына тығылды. Сәлден соң көзінің алды бұлдырлап, астындағы орындығы теңселіп кеткендей болды. Одан әрі не болғаны есінде жоқ. Ол есін жиып көзін ашқанда аяқ жағында отырған Қатираны көрді. Қатира, иә, менмін, қасыңда отырмын. Зәремізді алдың ғой, қозғалма, дәрігер қозғалмасын деді. Дәрігер, қайдағы дәрігер? Мен қайда жатырмын? Үйесің, алаңдама, дәрігер. Бәрі жақсы болады, жүйкесі жұқарған, оған денсаулығына төніп тұрған қауіп жоқ деді. Қатира үндеме. Не айтатыныңды білемін. Бәрі шешілді. Балалар қарсы емес. Мына көрші үй көптен бос тұр еді. Есімен келісіп жинастырып жатыр. Аманшылық болса ертең сонда көшеміз. Жазымыстан озымыз жоқ, дейді ғой. Бұл да Алланың қалауымен болып жатқан шығар. Балалардың қасында болайық. Қатираның мына сөздеріне сенерін де сенбесін де білмеген Сәлім сұлқ жатыр. Осы сәтте құрғақшылықтан кезенесі кеуіп қалған жер сияқты көзінің алдында топырлаған қатпар әжім іздерімен бір тамшы жас төмен қарай домалай берді. Әңгіменің соңы. Әңгіме ұнап жатса арнама тіркеліп қолдап кетіңіздер. Әңгіме авторы Жарасбай Сүлейменов.